Көмірсутекті өңдейтін немесе шығаратын кез келген өнеркәсіп газ қоспаларын бөліп, оны тазалау қажеттілігіне тап болады. Владимир Косовтың құрылғысы бұл мәселені едәуір тиімді жасайды. Ауыр компоненттердің коэффициент бөлігі 80-90% құрайды. Көмірсутектік газ қоспаларын бөлуге қолданатын құрылғы мұнай химиялық саладағы өнеркәсіптерде экологиялық қауіпсіздікті анағұрлым жоғары деңгейге көтереді. Сонымен қатар, ұсынылып отырған құрылғы жаңа технологиялық шешіммен, абсолюттік инновациялықта, жоғары өнімділігімен байланысты, ауқымдылығымен, технологиялығымен, өзіндік құнымен ерекшеленеді. Технология дәстүрі бөлгіш бағананың орнына диффузионды көпірі бар вертикалды каналды қолдануды болжайды. Жоғары горизонталды каналға газ түрінде көмірсутегі қоспасы түседі, төменге технологиялық газ. Оның сипаттамасының талдануы 3 вертикалды каналдан конвекционды диффузия көп мөлшерде тиімді өту керек. Нәтижесінде тасымалдау мен өңдеу үшін жеңіл көмірсутегі бетіне шығады, ал ауыр зиянды қосындылар төменде қалады. Әрі қарай оларды тазалап кәдеге жаратады. Көмірсутекті тереңнен өндіретін өнеркәсіп үшін бұл технологияны енгізу актуалды. Бұл туынды парниктік газ шығындыларымен күресуге жағдай туғызады.